Сәлем достар, бүгін оразаның екінші күні, ұстаған оразамыз қабыл болсын. Олай болса, ауызашарға осындай өте дәмді және оңай жасалатын тағам дайындасаңыздар болады. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Олай болса, бұл тағамды жасау үшін алдымен етімізді осылай кубик етіп турап аламыз. Достар, менің каналымда тек дәмді тағамдың рецепттері емес, сонымен қатар емдік рецепт және түрлі лайфхактарды қарасаңыздар болады. Етімізді турап аламыз, одан соң 2 бас пиязды алып жақсылап турап аламыз. Одан кейін картоп, сәбіз және капуста қосамыз, және аздап чеснок қосып жібереміз. Қазанымызға майымызды жақсылап қыздырып аламыз да, пияз бен етімізді салып жақсылап қызарғанша қуырамыз. Етіміз жақсылап қуырамыз, тұзын саламыз. Етіміз жақсылап қызарып қуырылғаннан кейін, жұмсарғаннан кейін картошка мен сәбізімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қазанымыздың асты орташа болуы керек. Одан кейін үстіне чеснокты қосып жібереміз. Одан соң капустамызды салып жібереміз. Әр қарай тұзын көреміз, кем болса кішкене аздап қосуға болады. Үстіне 1 кесе қайнаған суды құйып, астын жай қойып 1 сағатқа бастырамыз. Одан соң біздің тағамымыз дайын болады. Еті барлығы өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ас болсын, дайындап көріңіздер.